Сәлем достар, сіздер корей тілін оңай әрі қызықты етіп үйрететін Ақниет арнасындасыздар. Енді бүгін сіздерге Кореяға келсеңіздер ең қатты керек болатын 25 сөзді үйрететін боламын. Сіз осы сөздерді қолданып, адамдармен араласып кете аласыздар. Бірақ ескерту, бұның барлығы тек қана өзіңізбен жасты, немесе өзіңізден кішкентай, жасы кішкентай адамдарға ғана айта алатын сөздер. Сондықтан жасы үлкен кісілерге қолданып, ұят болып қалып жүрмеңіздер. Ал ендеше бастайық. 시작해볼까요? бірінші сөз бізде 안녕. 안녕 деген жалпы сәлем деген сөз. және де 안녕 деген давай пока деген сөз. Яғни сіздер сәлем десеңіздер де пока деген кезде осы 안녕ды қолданасыздар. 안녕, 안녕, 안녕. жалпы 안녕 дегенде де олар хай дегенді де қолданады. Яғни хай деп немесе кетіп жатқан кезде бай деп айтады. бірақ сіздер 안녕ды қолдана берсеңіздер болады. 안녕ды да көбісі қолданады. екінші сөз 뭐해? Жалпы бұл сөзді обычно чатты бастаған кезде қолданады. Яғни бір досыңызбен мессенджерда чатты бастағыңыз келетін болса, мысалы бізде WhatsApp қой, енді бұл жақта Кореяда KakaoTalk деген приложениені қолданады. Осы KakaoTalkта досыңызға 뭐해 деп бастасаңыз болады. Яғни сен не істеп жатырсың деген сөз. Не істеп жатырсың? 뭐해? Енді келесі сөз бізде 잘 지내? Яғни сұрақ белгімен 잘 지내? Бұл негізі қазақша айтқан кезде қалайсың деген сөз. Яғни сіз мысалы келіп досыңызға 안녕, 잘 지내? Яғни сәлем, қалайсың дегендей сондай сөз. Келесі сөз 잘 잤어? 잘 잤어 деген ол қайырлы таң деген сөз. Жалпы енді кітаптардан үйренетін болсаңыздар корей тілін, онда 좋은 아침이에요, 좋은 아침 деп үйретеді сіздерге, яғни қайырлы таң деген сияқты. бірақ кәрістер бір-біріме олай 좋은 아침 деп қолданбайды. Мен естігенімше олар 잘 잤어 деп, яғни жақсы ұйықтадың ба, яғни тура аударатын болсаңыздар 잘 잤어 деген ол жақсы ұйықтадың ба деген сөз. Яғни 잘 잤어 деп, мысалы таңертең тұрып досыңызды көрген кезде 잘 잤어 деп, яғни қалайсың, қайырлы таң дегеннің орнына осы 잘 잤어 деп қолдансаңыздар болады. Енді досыңызбен немесе жаңағы туысқандарыңыз, жақын араласатын адамдармен 잘 자, яғни қайырлы түн деген кезде 잘 자 деп. келесі сөз бұл негізі корей тілінде мысалы я деген сөз не деп те айтады, бірақ бір-біріне достар деп қолданады. Обычно мысалы сізге кеттік онда бір жаққа барайық, деп айтады. Ал дегенді текстте, яғни WhatsApp сияқты мессенджерларда, жаңа KakaoTalk деп айттым ғой, сіздерге түсінікті болу үшін WhatsApp деп айтып отырмын. Сол мысалы жақсы ұйықтадың ба десеңіз деп қолданады. келесі сөз бізде ани деген сөз. Ани деген ол жоқ деген сөз. Яғни сізге сұрақ қойған кезде ани деп айта аласыздар. және де өзіңізді таныстырған кезде 안녕, 잘 지내? келесі сөз 내 이름은 뭐뭐뭐이야. яғни менің атым деп таныстырған кезде, мысалы менің атым Ақниет деген кезде 내 이름은 ақниет이야. И және егер де дауыссызбен бітетін болса, онда ияны қолданады. Ал егер де дауыстымен бітсе, онда яны қолданады. Мысалы сохён болса, сохён이야. 안녕, 내 이름은 сохён이야. немесе лиса ма? 내 이름은 лисая. сонда яғни бүгінгі үйренген уже үшеуін қолданамыз, қараңыздар. 안녕, 잘 지내? 내 이름은 ақниет이야. көрдіңіздер ме? Уже осы уақытқа дейін айтқан үш сөзді біз қолданып жатырмыз. Күшті, ол керемет. келесі сөз 제발 өтініш деген сөз. Яғни мысалы сіз мен күн ыстық мороженое жегім беріп тұр деген болсаңыз 제발 айскрим сажо. яғни бізде кәрістер осылай кішкене созып сөйлейді. Бізде мысалы жалпы оңтүстікте де Шымкентте де өтініш мороженое алып берші деген сияқты. Сол 제발 айскрим сажо, яғни 제발 өтініш деген сөз. одан кейін келесі сөз кіре деген. Ол деген сөз окей деген сөзбен тең. Яғни ағылшындар окей дейтін болатын болса, кәрістер негізі окей деп те айталады, окей деп те айтады. Ал жалпы кәрісшесі кіре. Мысалы егер де кеттік тамақтанып қайтайық десе, кіре. Осылай айтады, осылай жауап береді. келесі сөз 고마워. келесі сөз 고마워, яғни рахмет деген сөз. егер де мысалы сізге біреу өзінің услуганы көрсетсе, немесе сыйлық айтса, 고마워 деп айтсаңыздар болады. және де кейде болады ғой, бір қатты рахмет айтқым келетін, ол кезде 진짜 고마워
정말 고마워. прям шын жүректен рахмет айтқыңыз келген кезде солай айтсаңыздар болады. 진짜 고마워. 정말 고마워 деп. келесі сөз 아니야. 아니야. яғни мысалы сіз біреуге өзіңіздің рахметіңізді айтып жатсыз, олар болса жоқ рахмет айтпа, маған рахмет айтпа деген сияқты болады. Мысалы аня сөйтіп жауап береді. мысалы сізге 진짜 고마워. аня осылай тура жауап береді. немесе ол рахмет айтпай-ақ қой, бұл рахмет айтуға стоит нәрсе емес деген сияқты айтатын кезде аня деп айтады. сөз 몇이야. бұл деген сағат неше болды деген сөз. сіздер 지금 몇이야 деп сұрай аласыздар, яғни қазір сағат неше деп. және де бірақ естеріңізде болсын, өтініш, бұл сұрақты жаңағы өзіңіз көшеде жүрген бір үлкен кісілерге сұрап қоймаңыздар, өйткені бұл жаңа айтып кеткенімдей өзіңізбен жасты немесе өзіңізден кішкентай адамдарға осылай айта аласыз. яғни бүгінгі біздің өтіп жатқан сөздер олар informal, яғни официальный емес. келесі өте керекті сөз ол 화장실 어디야? 화장실 어디야? яғни әжетхана қайда деген сұрақ. бұл жалпы Кореяда барлық жерде, әр станция метрода және де көшеде көп жақтарында осындай әжетханалар тұрады. және де Кореяда әжетханалар тегін, ешқандай ақша төлемейсіздер. іші өте тап-таза болып тұрады. яғни егер де туризмді дамытатын болатын болсаңыздар, бірінші туалеттен баста деп айтады ғой, әжетханадан баста деп айтады. Кореяда әжетхана тегін әрі таза. сондықтан егер де сізге қатты керек болатын болса, қай жерде екенін білгілеріңіз келетін болса, осы сөзді қолданып 화장실 어디야 деп сұрасаңыздар болады. бірақ тағы да ескертемін, үлкен кісілерден олай сұрамаңыздар. үлкен кісілерден сұрағыларыңыз келетін болса, онда 화장실 어디예요? 화장실 어디예요? деп сұрайсыздар. келесі сөз 만나서 반가워. 만나서 반가워. бұл деген 반가워 деген танысқаныма қуаныштымын деген. яғни ағылшыншада бар ғой, nice to meet you деген осы сөз. яғни сіз мысалы бір адаммен 안녕, 제 이름은 ахниетия, 만나서 반가워 осылай айтсаңыздар болады. сіздер уже осы видеоны қарап отырып танысу кезіндегі қолданатын 3 фразаны үйреніп алдыңыздар. супер. ал енді келесі сөз бізде 다음에 봐. яғни келесіде кездескенше деген сөз. жалпы бұны қайтып бара жатқан кезде немесе бір жақтан достарыңызбен ажырап жатқан кезде 다음에 봐, 안녕, bye деп айтсаңыздар болады. келесі сөз 내일 봐. бұл деген сөз ертең кездескенше, яғни сіздер бір күнге ажырап жатсаңыз достарыңызбен, онда 내일 봐 деп айтасыздар. сөз бізде 잘가 деген жалпы тура аударатын болсаңыздар жақсы жет деген сөз. бірақ та оны негізі жалпы bye деген, яғни пока деген сөз ғой, жалпы 잘가 деген. келесі сөз 당연하지. яғни бұл әрине, конечно деген сөз ғой жалпы. біз енді әрине деп қолданбаймыз, көбінесе конечно деп айтамыз ғой. мысалы егер де маған сен ертең көмектесесің ғой, ертең экзаменде көшіртесің ғой деген кезде 당연하지, конечно екеуміз дос емеспіз ба деген кезде 당연하지 деп солай қолданасыздар. келесі сөз 미안해. бұл деген сөз кешірім өтінемін деген сөз. яғни мысалы сіздер Кореяға келетін болсаңыздар, Сеулде әсіресе адам деген көп, метроның ішінде вообще адамдар деген сығылысып тұрады. егер де бір байқамай, міндетті түрде сіздерде ондай жағдай болады. біреудің аяғын басып кетесің, біреуді соғып кетесің деген сияқты. сол кезде егер де оның жасы кішкентайлау болатын болса, онда 미안해 деп айтуға болады. немесе енді танымайтын адам болғандықтан сіздерге формал түрде тағы айтып кете салайын, 미안해요 деп айтсаңыздар болады. кешір. келесі 왜. бұл жалпы сұрақ, неге деген сөз. неге. мысалы сізге жүр кеттік ана жаққа, бірақ сіз 왜. еш мен ол жаққа баруым керекпін деген сияқты. неге деген сияқты сұрақ қоятын болсаңыздар, 왜 деген қолданасыздар. енді келесі сөз 진짜 деген шынымен ба деген негізі аударуға болады. шынымен ба деп сұрағанға жалпы кәрістер бұны көп қолданады. мысалы егер де мысалы әдем болып кетсін десем 진짜 деп ше, одан кейін немесе бір жаңалық айтсаң, немесе бір таңғалатындай нәрсе айтсаң 진짜 деп солай 진짜 деген қолданады. енді келесі сөз бізде 이해가 안 가. яғни 이해가 안 가. бұл деген сөз мен түсінбей жатырмын. сабақта отырып алып, егер мысалы
қиын лекция өтіп жатқан болса, иегі аңға. Кәрістердің ең жақсы сөз иегі аңға. Әсіресе математика, физика сабақтарына кіретін болсаңыздар, иегі аңға, анида деп солай айтады. Келесі сөз чоа. Чоа деген негізі маған ұнайды деген сөз, ұнайды деген сөз, бірақ мысалы кейде окей дегеннің орнына да қолдан кетеді. Мысалы кеттік мороженое жеп қайтайық, немесе кеттік кофейняға барып қайтайық дейтін болсаңыздар, чоа. Или же мысалы мына цвет қалай, мен мына бүгінгі киім қалай дейтін болсаңыз, чоа деп айтады. Енді келесі соңғы сөз широ. Қош деген сөз ғой, қош. Мысалы кеттік ертең суббота ғой, бірге тауға шығып қайтайық дейтін болса, широ деп ше, ұнамайды, қош барғым келіп тұрған жоқ деген сияқты. Широ деген негізі жек көремін деген, ұнамайды деген сөз тура аударған кезде, бірақ жалпы сөйлескен кезде осылай қолдансаңыздар болады. Сонымен бүгінгі біздің достарыңызбен және де өзіңізде кішкентай адамдармен қолдануға болатын 25 сөзді, 25 фразаны үйрендік. Сіздерге өте қатты пайдалы болды деп ойлаймын. Сонымен, аньян, 다음에 봐.